Ол 17. Досыммен бірге қыздарға барғанмын. Қыздар болғанда ақшаға кететін. Досым екеуміз бір қыздан таңдап алып, 2 бөлмеге кеттік. Ана қызды жарты сағат айғайлаттым. Досым бітіре алмай, оның қызымен де алыстым. Ең сорақысы, ана жерімнен бір ауру пайда болды. Кіші дәретке әрең отырамын. Бір дәрілер жағып жүрмін, әсері жоқ. Больницаға барайын десем, не деп айтарымды білмеймін. Үйдегілерге айтайын десем ұят. Ол 18. Жақында ағам үйленейін деп жатыр, ал оның алайын деп отырған қызы жезікше. Еше ол қыздық салдырып алған. Қалай білдің десеңдер, достарым видео жіберген, сол кезде көргем. Сол қыз еше номерін сұрағанда, күйеуге тием, бармаймын деп айтқан. Ағама айтып берейін ба? Қыз 17. Жақында туған күнім болған. Тәтем, көкем, барлық туысқандарым бір сыйлық берді. Бірақ туған ағам маған үш киім сыйлады. Осы ұят. Ол 17. Автобуста түшкіремін деп маңқам атып шықты. Группалас қыздар жиіркеніп қалды. Бір апта өтті, WhatsApp, Инстаға кірмей үйде TikTok көріп жатырмын. Ұят. Қыз 15. Күнә жасар алдын бисмиллах деп бастаймын. Не күнә екенін түсініп тұрған шығарсыңдар. Ол 19. Өзімнен 6 жасар кіші қызбен жүремін. Оны қатты жақсы көремін. Үйдегі мамам біліп қойса не болады екен? Қ16. Флероға барғанмын. Шешіне бер дейді, футболкамен тұрама десем, футболканы да шеш дейді. Ана жерде ұялғаным ай, тәте болса бір жын аға түсіреді ғой. Бірінші рет барғаннан кейін білмеппін. Ол 16. Мен қатты красавчикпін. Барлық қыздар артымнан қалмай жүгіреді. Соның кесірінен қазір бабник атандым. Үжемін 45 қызбен жүріп тастадым. Сол үшін қатты ұялам. Бірақ қазір онда емеспін. Қызым жоқ. Сонда да қыздар артымнан қалмайды. Қыз 15. Осы күнге дейін 20-дай баламен сүйісіппін. Бәрін санайын десем, ұмытып қалыппын дәже кіммен сүйіскенімді. Бірақ есте қалатын поцелуй болды. Әрине, бір шейіммен, қалғандары не до-друг сондайлар. Қыз 17. Туалетте тышып отсам, есікті ағам ашып қалады ғой. Ұялғанымнан туалетте 3 сағат отырдым. Енді ағамның бетіне қарауға, сөйлеуге ұялып жүрмін. Сенде